Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Химия және Әбілқас Сағынов атына Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Екінші дәрісті жалғастырайық. Реагенттерді қоспағанда минералдардың пульпаның сұйық фазасымен әрекеттесуі. Біз сіздермен бұл дәрісте минерал бөлшектерінің сумен және ерітінділермен әрекеттесуін өтеміз. Бәрімізге белгілі судың құрамын сипаттау үшін жалпы кермектілік анықталады, кермектілік анықталады. Судың кермектігі оның құрамындағы кальций және магний мөлшерімен анықталады. Ал есімізге түсірейік, осы тұстардың мөлшері аз болғанда суды жұмсақ деп атайды. Сол кезде кальций қанша миллиграмм болу керек? Алдыңғы сабақтарда біз ескерткен болатынбыз, кальцийдің құрамы 80 миллиграммнан төмен емес 1 литр суға. Ал магнийдің құрамы 50 миллиграммға төмен емес болу керек. Ал тұстардың мөлшері көп болғанда су өте кермекті болып саналады. 1 литр суда еріген кальций О және магний О миллиграмм эквиваленттің мөлшерімен судың кермектілігі сипатталады. Судың 1 миллиграмм эквивалент кермектілігі 20,4 миллиграмм литрға тең. Кальций оксиді немесе 12,6 грамм миллиграмм магний оксидіне сәйкес келеді. Жалпы кермектілік екіге бөлінеді. Карбонатты және карбонатсыз. Кальций немесе магний бикарбонаттары, карбонатты кермектік кальций немесе магний бейкарбонаттары болуымен түзіледі. Ал карбонатсыз кермектік хлоридтар, сульфаттар, фосфаттар, силикаттар және кальцийдің немесе магнийдің басқа қосылыстарының болуымен. Флотацияның көрсеткіштерін жақсарту үшін жиі табиғат суларын тазартады. Карбонатты кермектікті ізбесті қосып жұмсартады, ал карбонатсызды содамен жұмсартады. Фазалардың шекаралық бетінде пайда болатын беттік күштері олардың табиғатына, күйіне және аралық фазаларының салыстырмалы қозғалысына және электрофорездің, термофорездің, диффузиялық форездің әсеріне тәуелді. Сулы ортамен минералдық беттерінің әрекеттесу процестерінен флотация үшін ең маңызды болатындар келесі. Ван дер Вальс күштерімен пайда болатын суда еріген қосылыстарының физикалық адсорбциясы және иондық адсорбциясы мен адгезиясы. Минералдың шекара қабаты мен сулы ортаның арасындағы иондық алмасу. Минерал беттеріндегі элементтерімен адсорбцияланған заттардың күшті химиялық байланысымен сипатталатын хемосорбция. Минерал беттеріндегі гетерогенді химиялық реакциялар. Үлкен жылдамдықпен өтетін физикалық адсорбция. Адсорбцияланған заттардың молекулаларының және минералды беттік арасындағы әлсіз байланысымен кристалдың беті және сулы фазасы бойынша адсорбцияланған қосылыстарының қозғалуымен сипатталады. Адсорбциялық төмен жылуы және көп молекулалық қабаттың пайда болу мүмкіншілігімен физикалық адсорбциясы сипатталады. Минерал бетіндегі молекуланы біраз болу уақытымен адсорбциялық жылуын байланыстыратын теңдеуді Френкель ұсынады. Т тең, Т0 тең, дәрежесінде Q бөлінген КТ. Мұндағы формуланы ашатын болсақ, Т0 дегеніміз молекулалық массасының квадратына тәуелді болатын адсорбент бетіндегі молекулаларының немесе атомдарының тербелеу кезеңі. Q адсорбциялық жылу, Т абсолютті температура. Адсорбциялық жылу
3,5-4 килокаль бөлінген моль болғанда, де Бурдың есептеуі бойынша адсорбцияланған молекуланың минерал бетінде болу уақыты 4^10⁻11 дәрежесі мен 1^10⁻10 дәрежесі секундқа тең. Бағыттау және индукциялық тартысу немесе дисперсиялық эффектісі анықтаушы мәніне ие болады. Минералдың шекаралық қабаты мен сулы ортаның арасындағы иондық алмасу ерітінділеріндегі иондары мен қос электрикалық қабаттың иондарының стехиометрикалық орын басуымен сипатталады. Біріншілей қос қабаттың ішкі қабатында, екіншілей сыртқы қабатында. Диффузиялық қабатқа кіру қабілеттері төмендеуіне сәйкес катиондарды келесі қатар ретінде орналастыруға болады. Темір 3+, ол сутегіден үлкен келеді. Алюминий сутегіден кіші, барий алюминийден кіші, кальций барийден кіші. Міне орналастыру реті алдарыңызда көрсетіліп тұр. Иондық адсорбция және алмасу беттің электрикалық күйін және электрикалық потенциалын өзгертеді. Ал құрметті студенттер, біз сіздермен осы екінші дәрісті жалғастыра келе, біз сіздермен таныстық минералда бөлшектердің сумен және ерітінділермен әрекеттесуі туралы танысқан болатынбыз. Біз келесі соңғы дәрісімізде, екінші дәрістің соңғы бөлімінде біз сіздермен осы минерал бөлшектерді әрі қарай жалғастырып аяқтайтын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.